Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода тауық етінен туралып жасалатын жылдам котлеттер дайындаймыз. Әдеттегідей өте дәмді, қолжетімді, дайындалуы тез және оңай. Кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Бүгін идея ретінде сіздерге ерекше гарнир ұсынатын боламын. Бізге қажет ингредиенттер: тауықтың төс еті, бір жұмыртқа, жүгері крахмалы, аскөк немесе ақ желкен, майонез, тұз, қара бұрыш, паприка. Ең алдымен тауық етін 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Оған туралған аскөк немесе ақ желкенді қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз. Жүгері крахмалын қосып, бір жұмыртқаны үстіне жарамыз. Жүгері крахмалын ұнмен алмастыруға болады. Шамамен 3 ас қасық майонез қосамыз. Массаны мұқият араластырамыз. Бұл рецептіні 5 жылдан артық уақыт қолданып келемін. Отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірі. Араласқан массаның бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 30 минутқа жібереміз. Табамызға орташа етіп май құямыз. Тым көп, тым аз болмау керек. Отымыз орташа отпен баяу оттың арасында болуы керек. Массамызды ас қасыққа толтырып алып, формасын келтіріп, табаға саламыз. Қызарғанша әрбір жағынан шамамен 3 минуттай пісіреміз. Дайын болған тауық котлеттерін қағаз сүлгіге орналастырамыз. Гарнир ретінде менде бүгін булгур үлкен супермаркеттерде сатылады. Бағасы қолжетімді. Қайнаған суда небәрі 15 минутта піседі. Булгурдың одан да тез дайындалатын майда түрлері де бар. Піскен булгурды суынан сорғытып, оған майдалап туралған қызанақ пен қияр, аскөк қостым. Дәміне қарай тұз қостым. Булгур дегеніміз жалпы бидайдың тазаланған және де жартылай пісірілген түрі. Пайдалы, дәмді, ерекше, тез. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 100% ұнайды. Амандықта жүздескенше.